Қайырлы күн, мен Қазахмет клиник орталығының терапевт дәрігері Қасен Айдана. Орталық туралы толығырақ білгіңіз келе ме? Ендеше видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алда біраз қызықты мағлұматтармен бөлісетін боламын. Антибиотикке тәуелділік ауруы асқынған адамдарды дертінен емдеудегі жаһандық проблемалардың бірі. Ағза дұрыс қолданылмаған дәрілік препараттарға нәтиже бермей, дертпен күресу қиындай түседі. Сондай-ақ бұл препарат ағзаның белгілі бір бөлігін емдеуге қолданылса, екінші бөлігін зақымдайды. Шын мәнінде антибиотик ағзадағы зиянды микроорганизмдерді бір мезетте жояды. Оны жиі қолдану барысында организм қарсы күресе бастайды да, келесі ем кезінде еш нәтиже бермейді. Мұндайда ағза ол препараттан да күшті әсері бар дәрілік препаратты қажет етеді. Бүгінде бұл проблема әлем елдерінде ушыға түсуде. Сол себепті ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздегеніңіз жөн. Қазахмет клиник орталығының ұстанымы осындай. Қазахмет клиник орталығы 2017 жылдан бері осы бағытта жұмыс жасап келеді. Өзіміздің емделушілерге ұсынатын табиғи шөп дәрілер адам организміне кері әсерін тигізбестен, ішек жолдарын зақымдамастан, бауырға қауіп төндірместен емдейді. Диетіне дауа қонған емделушілеріміз бен еліміздің 10 аймағындағы филиалдарымыз біздің шөп дәрілер жайлы оң пікірде және емдерінен шипа көруде. Қазахмет клиник табиғи шөп дәрілері Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының сертификатына ие болған өнім. Достар, естеріңізге салайық, біздің емханамызда жоғары медициналық білімі бар дәрігерлер сіздер үшін онлайн түрде 8700-688 нөмір арқылы сағат 8:00-ден кешкі 22:00 аралығында қызмет көрсетеді. Орталығымыздағы кез келген шөп дәріге қатысты ақпаратты сол мамандардан біле аласыздар. Онлайн дәрігерлеріміз сіздермен тікелей байланыста болатындықтан біз олардың жұмысына аса мән береміз. Біздің орталықта тек медициналық жоғары білімді мамандар ғана жұмыс жасайды. Шөп дәрімен емдеу дамып келе жатқан медицинаның бір бөлшегі. Сіз білесіз бе, дәрілік препараттарға қарағанда табиғи шөп дәрілерінің ағзаға кері әсері жоқ. Маңыздысы сол, иммундық жүйеге қауіп төндірмейді. Шөппен емдеу ағзадағы бактерияға, вирусқа, аллергияға қарсы тұра алады. Сонымен қоса, несеп айдағыш әсерімен ерекшеленеді. Ауырсынуды басып, иммундық жүйені қалыпқа келтіреді. Біле білсеңіз, шөптермен ем бұл ағзаның маңызды бөліктерін бактерия мен шлактардан тазалап, қорғаныш функцияларын арттыратын әдіс. Химиялық препараттарды қолдану барысында жиі орын алатын қауіпті белгілері ағзаға жанама әсері жоқ. Қазахмет клиник жылдар бойы еліміздің түпкір-түпкірінен хабарласатын емделушілеріміздің сенімін жоғалтпай келеді. Тұтынушылардың орталық туралы пікірі көңіл қуантады. Олар тұтынатын 100% табиғи шөп дәрілерінің нәтижесі өте жақсы. Онлайн дәрігерден тегін кеңес алып, шөп дәрілер жайлы толық мағлұматқа қаныққыңыз келсе, бізге хабарласыңыз. Байланыс телефонымыз 8700-688-88. Сіздермен бірге болған мен Қасен Айдана, келесіде кездескенше.